журналисттер, құрметті миллионерлер, маған бүгін осындай міне таңертең Ерлан Бөгенбайұлы біздің черный бриллиант звондап айтты, бүгін кешке сен қазақ тілінде осындай тақырыпта, қандай тақырыпта өткізесің деп екеуміз ақылдасып осындай тақырып қойдық. Енді осы тақырыптың ішіне барлығы кіреді, бірақ қане ұғым емес, бұның ішінде бәленбай түрлі ұғым бар. Мүмкіндікті жіберіп алма деген. Әр адамда әр түрлі өзі қалаған заттары болады ғой. Сондықтан сол қалаған затты қолына тигізу үшін адамдарға әр түрлі мүмкіндік береді. Сондықтан осындай мүмкіндікті жіберіп алмас үшін біз әрекет жасаймыз. Енді осы тақырыпта қазір мен сіздерге біраз кішкене мотивациялық, осындай қолдағы бар алтынды ұшырып алмай, арғарда қалай жұмыс жасап, қандай әрекет жасау керек екенін айтамын. Енді өзімді таныстыра кетейін. Жаңадан қосылған партнерлар болса, менің есімім Света Нұржанова, 56 жаста, Өскемен қаласында тұрамын, бриллиант компания. Енді құрметті достар, міне барлықтарымызды өзімді қоса, сіздерді де, өзімді де құттықтаймын. Бізде халықаралық форум, международный форум дейді, әртүрлі мемлекеттерден біздің партнерлардың барлығы басымызды қосып, осындай бір үлкен біздің компанияның тойы болды. Тойды өткізіп, барып келген адамдар өздері қалай, өздерінің ішінде қандай армандары, қандай мақсаттары бар екен, одан арғарда қазір өздері айта жатады. Мен бір-екі кісіге сөз берем. Бірақ та, құрметті достар, мен мынандай бір сөзден бастағым келіп тұр. Ана киноның атын ұмытып қалдым. Бірақ та сол кинода енді қара түсті адам президенттің рөлін ойнаған бір кинода. Ерлан, сен білсең айтып жіберші. Президенттің рөлін ойнады ғой Нигерияда. Сол бостандық әперген. Қараңыздар, бостандық әперді өзінің қара түсті нәсілді адамдарына. Ол президент бәленбай жыл түрмеде отырған. Ол сондай сыйланды. Вот, сол кісі. Соның бір өзіме сол кісімен түскен бір кино бар. Сол кинода бір отрывок, бір үзіндісі, сондай бір әйел адам қатты қиналады. Да, әлгі әйел адам жылап, сол кісіге айтады, мен осындай да арманым бар, осындай да арманым бар, неге оның бәрі орындалмайды дейді. Сонда сол кісінің айтқан ақылы, құрметті достар, қараңыздар. Айтады, Алла тағаладан біз барлығымыз сұраймыз. Не сұраймыз? Ей Алла, маған денсаулық бере көр деп айтамыз ғой, сұраймыз, сұраймыз. Ей Алла, мен бай болғым келеді. Сұраймыз, Алла тағаладан алақанымыз жайып. Ей Алла, маған басыма бір баспана керек, сұраймыз. Маған бір көлік керек, сұраймыз, Оның бәрін сұраған кезде Алла тағала бізге не береді, құрметті достар? Осындай бөлік, осындай отрывок сол кинодан айтады, Алла тағала саған айтпайды дейді. Мә, саған Зоя, міне саған бақыт, не болмаса, міне саған Зоя, саған басыңа баспана. Алла тағала бізге не береді, құрметті достар? Мүмкіндік береді. Мүмкіндік береді. Сол мүмкіндік арқылы біз денсаулыққа қол жеткіземіз. Сол мүмкіндікті пайдаланып біз табысқа қол жеткіземіз. Сол мүмкіндікті пайдаланып біз басымызға баспана. Бірақ сол мүмкіндікті өзіміз көзіміз ашық, көкірегіміз ояу болып, айтқан Алла тағаланың жіберген мүмкіндігіне құлақ асуымыз керек. Енді мен сіздерге айтайын дегенім, біздің осы форумда қаншама мемлекеттен келді, содан алған әсеріміз өте мықты. Біз өмірімізді ертеңге қалтырмауымыз керек. Сол кездегі қойған мақсатымызға қолымызды жеткізу үшін, мысалы үшін, міне, Құралайды айтқым келіп тұр. Құралайдың жолдасы қатты ауырып жатқан кезде Алла тағала алдынан мүмкіндікті TikTok арқылы, Бәтші апай арқылы берді. Құралай не істеді? Ол мүмкіндікті пайдаланып, жолдасына беріп, қазір жолдасы аман есен сау біздің өнімдермен қайта жұмысқа шықты. Бұның барлығы Алла тағаланың беріп жатқан мүмкіншілігі, соны өткізіп алмай Құралай пайдаланды. Сондықтан, құрметті достар, бізде алдымызға қойған мақсатымыз өте көп. Сол мүмкіндіктерге құлақ асып, енді бүйтіп айтады, мысалы үшін, Сайдмұрат Давлатов біздің менталитетке өте жақын, мұсылман адам, бизнес-тренер, миллионер, миллиардер. Ол не дейді? Егер сенің жағдайың төмен болса, денсаулығың жоқ болса, табысың жоқ болса, сен өте қатты қиналып тұрсаң, не істейді Алла тағала? Алла тағала мүмкіндік береді. Сұрағанға байланысты. Сол мүмкіндікті пайдалану үшін көзіміз ашық, көкірегіміз ояу, адамдарды ести білуіміз керек.
ести білуіміз керек. Былтырғы форумнан быйылғы форумға дейін біз не істедік? Жар салып, қайта-қайта жарнамалап айттық. Көп адам біздің компанияның, өзіміздің команданың адамдарының барлығы көздері ашық, көкіректері ояу, қабыл алып, сол мүмкіндікті жіберіп алмай, сол форумға келді. Келген адамдар өте мықты, алдарына қойған аяқтарынан нық тұратын біздің бизнестағы партнерларымыз, Және де, құрметті достар, сол Сайдмұрат Давлатов айтады, біз өзіміздің өмірімізді мына гүл секілді алдыға қойып гүлдендіруіміз керек. Неге? Ол гүлдің өзі дейді, жерге астына түскеннен кейін ұрығы сол жерді жарып шығады екен. Жерді жарып шығады, даже цветок пытается украсить нашу землю дейді. Біздің жерімізді гүлдендіріп, қасынан өткен халыққа әдемілік сыйлағысы келеді дейді. Сол гүл құрлы біз жоқпыз ба деп айтады. Сондықтан, құрметті достар, өмірлеріңізді өзгерткілеріңіз келсе, денсаулықтарыңызды нығайтқыларыңыз келсе, армандарыңызды орындап, бала-шағаларыңызға көмектескілеріңіз келсе, адам ең бірінші армандау керек екен. Арман бізді жетелейді. Арман бізді алдыға жетелейді. Арман ұйықтатпайды. Арман бізді жетелеп барып, бізге мотивация береді. Мотивация дегеніміз, енді қазақшасы қалай? Мотивация береді. Ішкі мотивация, сыртқы мотивация болады. Ішкі мотивациямыз біздің ортамыз, бала-шағамыз, баламызға жақсы образование бергіміз келеді, жақсы университетте оқытқызымыз келеді. Ал сыртқы мотивация, қараңыздар, Ерлан секілді черный бриллиант болғыларыңыз келе ме? Сыртқы мотивация деген сол. Сыртқы мотивация, адам деген бір күшті, мысал үшін біздің Талғат кереметтей бір көлік алды. Сыртқы мотивация сол. Талғат секілді болғым келеді, Талғаттың деңгейіне жеткім келеді деген, Сонда мотивация әр адамның өзінің ішінде болады, құрметті достар. Соған құлақ асу керек. Және де менің осы жерде айтайын дегенім, әр адам осындай біздің компанияның, команданың кездесуін ұйымдастырған кезде қалмау керек екен. Неге? Өйткені әр қалған сайын аттың басындай алтыннан айырыласыздар. Неге? Сіздерге ақпарат келмейді, адамдардың денсаулық алған нәтижесін естімейсіздер, олармен бірге қуана алмайсыздар, олармен бірге сол жерде жүре алмайсыздар, қолдарынан ұстай алмайсыздар, олардың ортасында бола алмайсыздар. Сондықтан сіздер үйде қалып, өздеріңізге кішкентай бір кедергі ұйымдастырасыздар. Одан кейін ол не істейді? Ол сіздерді алдыға жылжытуға мүмкіндік бермейді. Сонымен қазақша, орысша айтқанда сожаление дейді ғой, саусақтарыңызды тістеп отырасыздар, біріншіден. Одан кейін біздің осы бір мотивация туралы айта кетейін деген, екінші, біздің компанияда, біздің командада, осы бизнеста адамдар бір-біріне ренжімеу керек. Егер сізді біреу ренжітсе, құрметті достар, ол сіздерге берілген мүмкіндік. Неге? Өйткені қараңыздар, сізге айтама, ты здесь не зарабатываешь деп. Маған бір адам айтты, ты же здесь не зарабатываешь дейді. А мен оны ол кісіге ренжіген жоқпын. Неліктен? Ол кісіге мен ренжісем, мен доказывать етсем, значит, мен қолымнан келмейді. Расында да я не зарабатываю. Мен ол кісіге доказывать еткен жоқпын еш нәрсені. Молча өзіме план қойдым, өзіме мақсат қойдым. Значит, ол кісі менің тауып жатқан табысымды көрмейді екен. Маған не істеу керек? Маған осы міне бриллиант деген статустан жоғары қарата жылжу керек, Значит, голубой бриллиант, не болмаса двойной голубой бриллиант жабуым керек. Сөйтіп айтты, ол өмірде болатын нәрсе, әр қайсыларыңыз естисіздер. Маған өзімнің көзіме өстіп айтты, ты же не зарабатываешь деп. Ал енді мен осы әңгімеге ренжімедім. Неге? Енді қараңыздар, құрметті достар, бәріміз ренжиміз, Бәріміз ренжиміз, туысымызға ренжиміз, досымызға ренжиміз, наставнигімізға ренжиміз, партнерларымызға ренжиміз. Ал реніш не істейді? Реніш сіздердің өмірлеріңізді өзгертпейді. Кім менімен қосылады? Плюс қойыңыздар. Өмірлеріңізді сіздердің реніш өзгертпейді. Зато ол сіздердің алға жылжуларыңызға өте көп кедергі келтіреді. Неге? Сіз сол адамның айтқанын ойлай бересіз. Сол адам маған сөйтіп айтты. Мен неге сол кезде сондай жауап бермедім? Неге сөйттім? Енді алдыға бір план қойып жатырсыздар, мақсаттарыңызды жазып жатырсыздар. Сол кезде сол кісінің айтқаны есіне түседі де, ойланып,
жарты сағат ойланасыздар, түнде ұйықтамайсыздар, ол туралы не істеу керек, мен сол кезде әттең ай осындай жауап беруім керек еді, а десе мә деуім керек еді деген ой бәріңіздің басыңызға келеді. Бәрлеріңіздің басыңызға келеді, иә? Ол сіздерді алдыға жылжытпайды, өмірлеріңізді өзгертпейді, зато мықты сіздерге кедергі болып, қазық болып қадалады да қалады мына жерлеріңізге. Сондықтан адамға ренжімеу керек. Ол сөзді сіздер, наоборот, өздеріңіздің пайдаларыңызға шешіп пайдалануларыңыз керек. Ол сіздерге мотивация болып келеді. Алға қарата жылжуға, е? Біріншіден, егер сіздер сондай әңгімеге ренжитін болсаңыздар, сол кезде маған сөйтіп айтты ғой деп біреуге барып жалғыз етіп айтып, оны ортаға салып, обсуждать етіп, оны мынандай түймедей нәрсені түйедей қылатын болсаңыздар, онда сіздерде өте көп бос уақыт. Өте көп бос уақыт. Уақытты босқа жіберуге болмайды, құрметті достар. Өйткені сіздерге ол не істейді? Ол сіздерге керісінше әсерін береді. Ол нәрсеге сіздер, мысалы үшін маған ты не зарабатываешь деген маған мотивация. Потому что мен и так зарабатываю, но мен оны ауызбен айтып, ол кісіге доказывать етпеймін. Мен просто результат көрсетуім керек, иә? Результат неге? Мен бриллианттан, және Ерлан айтпақшы, может быть, сразу двойной голубойдан черныйға бірақ аттап өтуім керек. Мысалы үшін, ол маған мотивация болды, өте қатты болды, иә? Сондықтан, құрметті достар, мына жерде ол нақыл сөз, мен ойлап тапқан жоқпын. Обида дейді, иә? Не істейді? Ол сіздердің өмірлеріңізді разрушать етеді. Обида. Айтқан сөз емес, сол сөзді сіздер қатты өздеріңіз жүректеріңізге алып, оны ойлап, өздеріңіздің ой қабілеттеріңізді бұзасыздар. Наоборот, оны өздеріңізге оружие, сондай бір мықты оружие ретінде қолданып, ары қарата жылжу керек, иә? Бірінші, екіншіден, енді құрметті достар, үшіншіден, бізге өмір бір-ақ рет беріледі. Мүмкіндік күнде беріледі. Бізде совет кезінде айтылған бір сөздер бар еді ғой, один раз живем, гулять деп, е? Біз один раз умрем, каждый день живем. Но қалай живем, қандай качество, қандай тамақ жейміз, денсаулығымыз қалай ұйықтаймыз, кіммен әңгімелесеміз, ол біздегі күнделікті тіршілігіміз, иә? Сондықтан біз күнде өмір сүру үшін бізге сапа керек, сапалы ұйқы керек, сапалы тамақ керек, сапалы денсаулық керек, сапалы киім, сапалы отбасы керек, үлгілі отбасы керек. Ал оны біз қайдан? Күнде Алланың беріп отырған міне мүмкіндігін пайдалану арқылы іске асырамыз, иә? Ал енді барлығымыздың баратын жеріміз біреу-ақ. Барлығымыз бұл өмірден өтеміз. Сонда артымызда қандай із қалтырамыз, қандай сапалы өмір қалтырамыз отбасыларымызға, қандай сапалы біз бала шағамызға білім мен ілім беріп, өзіміздің қандай екенімізді көрсетіп кетуіміз. Сол жағынан кішкене ойлансаңыздар, өте мықты біздің компания духовный жағынан да, тәрбие жағынан да, денсаулық жағынан да, табыс жағынан да өте керемет компания. Енді біздің компания осы жолы міне бармаған адамдарға айтам, сіздер өз құлақтарыңызбен естіп, өз көздеріңізбен көрсеңіздер, өте кереметтің кереметі болар еді. Біздің президент не айтты? Біздің президент осы біздің компанияны мировой рыноктағы, дүниежүзілік рыноктағы бестіктің қатарына енгіземіз. Ал бестіктің қатарына жай компания ене алмайды. Ол не деген сөз? Бізде бәрі высшего качества, высшего сорта болады өнімдеріміз. Біздің оплатамыз кәдімгідей, міне қандай, бір күн кешіктірмейді, барлығы сапалы түрде болады. Сондықтан бармаған адамдарға біз енді өзіміз осы жерде айтып, сіздердің көңілдеріңізді көтеріп, жаңалықтармен бөлісеміз, но бірақ та біздің айтқанымыз ол кісілердің айтқаны секілді болмайды, иә? Сондықтан мен осы жерде Шарипа апайға сөз бергім келіп тұр. Ол кісі көптеген айлар бойы TikTokта көрінбей кетті, ортамыздан да көрінбей кетті. Өзі бір кішкене бір причинасы дейді, болды. Сол кісі барам ба, бармайын ба деген екі ойлап отырған кезде қандай жағдайға түсіп, Алла тағала қандай мүмкіндік бергенін қазір өзі бөлісіп айтып берсін. Шарипа апай, сізге сөз берем. Жарық, барлықтарыңызға рахмет, Света, сөз беріп жатқаныңа. Дұрыс, мен бірінші танысып өтейін, танымайтын адамдар бар шығар. Танымайтын адамдар бар болатын болса, менің есімім Шарипа.
Фамилиям Нұрымова. Мен осы компанияда 2021 жылдан бері жұмыс жасаймын. Ең бірінші осы компанияға келіп, көрген, мені бірінші әріпті үйреткен, оқытқан ұстазым менің осы Света Нұржанова. Одан кейін Ерлан, екеуі мені осы уақытқа дейін осы компанияда жүргізу үшін маған мотивация берді деп мен айта аламын. Мен енді бұл жерге келгенде бірінші мен денсаулығымды жақсылау үшін келдім. Денсаулығымды Аллаға шүкір жақсылап алдым. Одан кейін бизнеспенен айналыссақ деп Света екеуміз ойласып шешім қабылдадық. Сөйтіп бизнеспенен де айналысып бастадым. Барлығы кереметтей болды. Алла тағалам көптеген мүмкіндіктер берді ол уақытта да маған. Мен олардан пайдаландым көп уақытқа дейін. Бірақ енді адамдың ішкі несінде бір қандай да бір не пайда болып қалады екен, бірдеңелердің себебіменен енді ол. Мен жаңа Света айтқан сияқты бір адамдардың сөздерімен солай ойланып қалдым. Мен мысалға енді 70-тен өттім мысалға, одан кейін саған енді не бар, не істеп жүрсің дегенде адамдардың әңгімелері көп қой. Сондай нәрселерге құлақ астым біріншіден, екіншіден мен өзім енді 3 жыл ма, 4 жыл ма, неше жыл болды? 3 жыл, 4 жыл болды. Содан бері элепті іштім. Бірақ енді 1-2 ай, 3 ай тоқтатып көрейін деген бір не болды менде, тексеріп көрейін дедім. Содан тоқтатып қойдым, бірақ еш нәрсе болған жоқ, барлығы жақсы, бұрынғыдай болды. Бірақ та бір күні элепті бастап ішіп бастадым арасында. Сонда менің аузымның ішінен бірдеңе шығып бастады. Ол аузымнан шыққанда мына ерінімнің іш жағына, мынандай жеріне бір зат бір түйіп шықты. Содан бір түйіп шыққаннан кейін енді мен оны былай жүре бердім, қойшы кетеді ғой деп. Сөйтіп бір күні қарасам ол үлкейіп бара тұрыпты. Одан кейін нан жейсің, адам тамақ жейсің, қасық ұстайсың, барлығы тиіп кете береді. Тисе қанайды, қанағаннан кейін ол тоқтамайды. Содан мен қорқайын дедім. Сөйтіп мен хирургке бардым, кестіріп тастайын деген ой болды менде енді. Кестіріп тастасам, анау қанамайды ғой деген ой болды. Мен сөйтіп докторға бардым. Докторға барсам, доктор маған онкологияға не деп, онкологияға барасыз апа деп. Подозрение. Содан енді онкология дегеннің аты жаман ғой. Өзіміз де естіп жүріппіз, көзімізбен көріп жүріппіз. Бірақ сол кезде баяғыдан бергі 4 жылдан бері ішкен елеп жайлы ұмытып кеттім. Сөйтіп қорққаным сондай, барлық нәрсені бірден қоя салдым. Сол стримге де шықпадым, жұмыста істемедім, Светаға да хабарласпадым, ешкімге хабарласпай қалғаным себебі сол, соның анализдің результатын күттім. Енді мен точно ойладым. Болды, енді 70-тен өттім, соның результаты шығады, ертең болды, өліп қалам деген ой болды менде. Бірақ та енді Алла тағаламның мүмкіндігі көп қой. Жаңағы Света айтқан сияқты күнде бізге мүмкіндік беріп қойыпты. Таң атады, бұл да бізге үлкен мүмкіндік қыздар. Бүгінгі күнді сен де көр деген мүмкіндік ол. Сонан пайдалануымыз керек. Бірақ та енді біреулер айтады ғой, істегісі келген адам мүмкіндік іздейді, істегісі келмеген адам сылтау іздейді дейді. Сол сияқты мен сылтау іздедім да, сол нәрсені сылтау қылып жаттым. 2 айдан кейін результатын алдым. Результаты барлығы жақсы шықты. Ешқандай онкология жоқ екен. Онан кейін уже Светаға айттым. Света маған өзінің мотивацияларын беріп, содан кейін қайтадан мен орнымнан тұрдым. Енді Астанаға баратұғынға келсек, мен 5-6 апрельде болған Алматыдағы неге форумға бара алмадым. Енді онда да бір себептерім болды, оны айтпай қояйын енді. Ол енді өте жақсы, керемет себеп бірақ. Соның үшін бара алмай қалдым. Сөйтіп Светаға уәде бердім, үйінде Астанаға барам, міндетті түрде барам деп уәде бердім. Сөйтіп ойланып отырдым. Содан бір күні билетті көрсем, апрельдің ішінде көріп бастадым. Уже сол форумнан кейін сразу Астанаға дайындалып бастадым. Светаның мотивациясымен. Содан бірінші билетті көрген күнім барып қайтуға 47 мың ба сондай тұрады екен билет.
Сосын мен отырып, шай ішіп отырып айттым, Астанаға билет алайын десем, 47 мың екен, алсам ба екен, алмасам ба екен деп ойланып қалдым. Енді ана нәрсе ішімнен әлі шықпай жатыр ғой. Мотивация алғанменен де ол кетпей жатыр, ана мүмкіндікті көрмей жатырмын. Содан кейін мүмкіндікті Алла тағалам береді деген дұрыс қой. Содан отырып алып, ертеңіне тағы отырып, 1-2 күннен кейін көрсем, уже 56 мың болып кетіпті билет. Содан отырып алып тағы айттым. Ойбай, кеше 47 мың еді, бүгін 56 мың болып кетіпті, мына билет алып қойсам ба екен деп айттым. Соны немерем естіп, сразу барыпты да менен удостоверение сұрады, неге десем, керек деді. Мен енді еш ойламадым әуелі. Сосын барыпты да билет алыпты, сөйтіп маған телефоныма жіберді билетті. Мінекей Астанаға баруға, қайтуға билет алдым әже деп. Ой, молодец деп қуанып қалдым. Бұл да бір Алланың маған берген мүмкіншілігі ғой енді. Сонда да әлі сенбеймін. Әлі де ішімдегі жаңағы жаман ой кетпей жатырыпты. Әлі де барсам ба, бармасам ба. Содан бір күн шал айтты, сен мына жерде өз бетіңмен жүре алмайсың, бір жерге барса мені ертіп жүресің, сен қалай Астанаға барып келесің деп. Ол да мені қайтадан итерді артыма қарайшы. Тағы ойланып қалдым. Шындығында да Астанада құлап қалсам бір жерде, я жүре алмай қалсам аяғымнан деген ой болды. Сөйтіп тағы ойланып жүрдім. Сөйтіп Светаға айттым, барсам ба, бармасам ба деп ойланып жүріппін дедім. Содан сол июньнің 12-сі, 13-іне дейін ойландым. 10-шы күн тағы да қайтадан сол мүмкіндікті пайдаланайын деген бір шешім қабылдадым. Бірдеңе итермеледі мені. Сөйттім де Светаға айттым, мен баратын болдым. Света, барам, Алла қаласа, квартира бар ма дедім, бар деді. Сонымен мен кеттім. Енді мен аэропортқа азанда апарды немерелерім. Аэропортқа апарса да ойланып отырдым. Кетсем бе екен, кетпесем бе екен деп. Алла тағаламның маған берген мүмкіндігіне қараңдаршы. Сол күні мен ұшатын рейсті 1 сағатқа кешіктіріп қойыпты. Мені анық до конца ойланып алсын деген болу керек та, Алла тағалам. Содан шешім қабылдап, әйтеуір сол 1 сағаттық кешігуден де пайдаланып, сол күні әйтеуір ұштым. Аман есен келдім, форум деген керемет өтті. Келгеніме өзім де қуанып қалдым. Светаға 1000 рет рахмет айттым. Света, саған рахмет, мотивация бергеніңе. Бибігүл күтіп алды, Нұржан екеуі. Оларға да қатты рахметімді айттым көп. Себебі ол да адамға бір мотивация ғой, сені күтіп алып, сені құрметтеп отырған деген, ол да бір мотивация адамға, е? Соның үшін мен сол күннен бастап уже өзімді басқа адам сияқты сездім, Астанаға келгеннен бастап. Одан қасымда квартирада болған қыздар да өте керемет, өзіміздің командамыздың қыздары. Көп жұмыстар жайлы әңгімелестік, әркім өзінің білгенін айттық, көргенімізді айттық, сөйтіп, ол жерде де көптеген мотивациялар алдым мен. Одан кейін енді мотивация сол форумға қатысқан адамдардың барлығы да алды ғой. Бірақ та мен өзгеше мотивация алдым. Енді өзіме сол мотивацияны алғаннан кейін мен өзіме сондай бір сол күнделікті Алла тағаламның берген мүмкіншілігінен неге пайдаланбасқа деген ой келді. Сөйтіп, сол ойды іске асырайын, сол мүмкіндікті пайдаланайын, мен де әрекет жасайын, бұндай сылтауыз дегенді қояйын деп алдыма мақсат қойдым. Енді мінекей сіздердің алдыңызда сенім түрде айта аламын. Ертеңнен бастап стримге де шығамын, жұмысымды қайтадан давам етемін. Сол бұл маған Алла тағаламның беріп қойған мүмкіндіктердің ең үлкені деп ойлаймын, қыздар. Егер де сол маған қарасып, сол жаңағы немерем де мысалға ақшам жоқ деп айту мүмкін еді ғой. Ол да мүмкін еді, бірақ та Алла тағалам маған мүмкіншілік беріп, сол немеремнің де ақшасын болғызып, оның көңіліне билет алып бер деп салып, мені сол Астанаға әкелудің амалы ғой енді. Алла тағалам маған сондай мүмкіншілікті берді, мүмкіндікті. Соны пайдаланып келгеніме өте қуанамын. Ендігі жағында денсаулықтың барлығы жақсы екен, оған көз жеткердім. Енді менің айтайын дегенім, бұл елептің мүмкіндігі өте көп бізге беріп жатырған, е. Мысалға сол менің аузыма шыққан нәрсенің өзі елепті кейіннен ішіп бастағаннан кейін маған беріп жатқан бір
несі болу керек, тазалап организмнен шығарып атырған, ол да бір мүмкіндік шығар деп ойладым кейіннен. Содан бастап сол нәрсе кетті, уже менің миым тазаланып, барлық нәрседен құтылып, енді ылғи тек жақсы ойларды ойлап, жұмыс істеуге кірісіп жатырмын. Осындай мүмкіндіктерден күнде пайдалану керек. Енді мысалға бір айтады ғой, мүмкіндікті жіберіп алмау, тәуекел ету, одан кейін мынау табанды болу, бұл адам бойындағы бір жақсы қасиеттер, сол нәрселердің барлығы сол мүмкіндікке байланысты болады, қыздар. Егер де сол мүмкіндікті Алла тағалам бермей тұрса, сен қанша табанды болсаң да, ол жұмыстар іске аспай қалады. Сол үшін осы Алла тағаламның бізге күнде таңды атырып, осы сен бүгінде жаса, бүгінгі мына жақсы күнді көр, осы күннен пайдалан, өзіңе пайда келтір, денсаулығыңды жақсылап ал, бала шағаңа жәрдем бер деп беріп қойған мүмкіндігінен пайдаланайық. Сол мүмкіндікті бүгін пайдаланайық, қыздар. Ертеңге қалдырмау керек екен. Мен өзім соны түсіндім. Бүгін пайдаланып, бүгінгі берілген мүмкіндікті бүгін пайдаланайық, қыздар. Менің айтарым сол. Рахмет, Света, саған. Маған сонша мотивация беріп жатырсың. Бүгін мінекей өзіңнің сол мүмкіндікті қалай пайдаланғаныңызды айтып көрің деп айтқаның үшін де өте қуаныштымын. Бұл да маған бір берілген мүмкіндік, қыздар. Сол үшін де мен рахмет айтам барлықтарыңызға, тыңдағандарыңыз үшін. Рахмет. Мүмкіндіктен бүгін пайдаланың, ертеңге қалдырмаңдар. Сол. Рахмет, Шарипа апай, рахмет. Мен тағы да бір кісіге осы жерде сөз берейін дегенмін. Ол кісі Ғани деген кісі, құрметті достар. Ол кісі осы мүмкіндікті пайдаланып форумға келді. Неге өйтіп айтам? Өйткені ол кісінің жолдасы қайтыс болды, ол кісінің тағы сіңілісі осы өмірден өтті. Соған қарамастан осындай мүмкіндік өмір жалғасып жатыр. Маған осы мүмкіндік екінші рет осы болып жатқан форум ертең болмайды деп, осындай мүмкіндікті пайдалану үшін соның барын артқа сырып қойып келген Ғани деген ханым бар. Ғани ханым, сіз осында болсаңыз, неңізді, микрофоныңызды қосып, неге осындай шешім қабылдадыңыз? Қалай мүмкіндікті пайдаланып жатырсыз? Сол жөнінде бөлісіп кетсеңіз. Я, рахмет. Естіліп жатыр ма? Я, естіліп жатыр. Рахмет, я, Света ханым, осындай үлкен лауазымды деп те айтып қояйын. BP компаниясының жоғарғы лауазымдағы бриллианттармен, басқа да осы статус иелеріменен бірге жаңағы өзімнің ойымды ортақтасу үшін маған сөз берген үшін мың алғыс. Кеш жарық барлықтарыңызға. Я, әрине, мен енді ол сетевой десе, жаңағы екі қолымды жоғарыға көтеріп жүретін адаммын. 2007-тен бастап өзі сетевой бизнесті бастадым негізі. Сетевой бизнесте ақша бар екенін білемін де. Менің тікелей спонсорым Әсем ханым Иманалинова платина статусын ие болды. Одан жоғарғы спонсорым Бибайша ханым, ол кісі бриллиант болып жатыр. Одан кейінгі үстінде осы Света ханым, мінеки осындай күшті керемет спонсорларым барына мен өте қуаныштымын. Я, енді сондай енді бүйтіп бастап жатырған уақытта тағы бір жағдай болды. Енді бастап осы стримге шығып, жаңағы өзімнің әйтеуір нәтижелеріммен бөлісіп жатқан уақытында тағы бір жағдай болды. Содан сөйтіп енді еңсемді көтеріп жатқанда тағы сөйтіп білмеймін, енді ең соңындағы несі тіпті ауыр болды. Шокта болдым, депрессия дедім, ешқандай нәрсеге шықпай да қалдым. Бірақ Әсем ханымға айттым, осындай жағдай болып жатыр, мені жоғалтпайсың ғой, енді тікелей өзіңменен хабарласып отырамын деп айтып қойдым. Бірақ деді Әсем ханым, форумға келесіз деді, уақыт бар, оған дейін кішкене күш әліңізді жинап алыңыз деген сияқты не болды. Бірақ мен барам деп ойлаған жоқпын. Әрине бару керек. Ол сетевойда өзі айтады ғой, жаңа Алладан берекет, өзің іс-әрекет жасасаң, әрі қарай да ол табыс та болады, басқа да болады. Оның барлығын білемін. Ол қаншама сетевойда да көргенбіз, кейбір сетевойда, яғни компанияларда Әсем ханым екеуміз бірге де жұмыс жасадық деп айтсақ та болады. Бұл BP компаниясына мен 2018 жылы тіркелген, ол кезде мектепте жұмыс жасайтынмын. Айтқанда мен өзімді таныстырмаппын ғой. Мен өзі Қарағанды облысы Теміртауға
қаласында тұрамын. 17 жыл болды осы жерде тұрғаныма. Өзім мұғаліммін, математик, 28 жыл стажым бар. Менің проблемам давление еді. Давлением өте жоғары, 200, кейде тіпті қатты болғанда 230 болады. Сол мектепте жұмыс істеп жүрген кезінде 230 болып, скорый шақырып, жаңағы 18 жыл ғой. Больницадан, неден, неврологиядан бірақ шыққам. Сонан 3 ай бойы больничный. Кім жаңағы мектеп болсын, басқа мекеме болсын, қайта үздіксіз больничныйге шыға берген адамды ішім жақтырмайды ғой. Сонан не істейміз енді? Қой, мектебі құрсын, ушу жақпайды. Онан да жаңағы емделейін деп сөйтіп жүрген кезімде осы Бипик компаниясына тап болдым. Ол кезде 58 ғана бар еді, 58. И сосын бір октябрьде или сентябрьде осы акселер 8 ішті. Осы 2-ақ өнім еді ол кезде. Жақсы болдым, күшті болдым. Өзі учетта тұрамын ғой, енді тегін берілген дәрілерді ішіп жүрген жоқ едім сол кезде. Өте жақсы болды. Бірақ өкінішке орай карантин болды дағы. Менің карантиннен бұрын өзімнің жаңағы тікелей спонсорым ол басқа компанияға кетіп қалды дағы. Мына 58 жоғалтып алдым десем де болады. Бұл енді қайтып келуімнің себебі Әсем ханым себепші болды. Ол кісі де айтып жүрді, Бибаша ханым екеуі осыған келіп, ой, менен баяғыда менен қалған. Мен енді айтып жүрмін ғой, болмайды енді, қойшы. Осы компанияда істей беремін мен, әйтеуір өзіме күнделікті керек нәрсемді алып тұрсам болды деп сөйтедім. Сонан әр ойландым, бер ойландым, баяғы 18 жылғы істеп жүрген кезімдегі 58-ді іштім ғой, сол кездегі результатым есіме түсті. Қой дедім, 50-тен артығы жоқ ау. Болмаса деген ерсакты да көрдім. Осы мынау 25-26 банкіні сатып алдым. Ақшамды өзім үшін мен ешқандай қимаймын. Денсаулық үшін ғой енді. Сетевой десе өзі ең бірінші 50/50, бірінші денсаулық деймін, екінші жаңағы табыс табу. Сөйттім дағы кіріп алдым. Құдайға шүкір, июльдің ортасынан бастап әйтеуір ішіп жатырмын. Ең бірінші енді давление жоғары болғаннан кейін 4-тен 1 бөлігін іштім, онан кейін 3-тен 1, қазір 2-ден 1 бөлігін ішіп жатырмын. Көптеген результатым өте көп. Енді оны айта беріп жаңағы уақыттарыңызды алмай ақ қояйын. Жаңағы 15-16 күнгі болған форумды айтайын. Бұндай форумдарда үлкен, ауқымы өте үлкен, бұдан да үлкен форумдарда болғанмын мен. Себебі Тяньшиде де істегенмін ғой мен. 8 жылға сәл-ақ қалды. Енді ол еңбегім далаға кетті, қалғандары істемей кетті да, соныменен сол жұлдызым ар жаққа қарай жанбай қалғасын ашуландым да, қош Тяньши құрсын деп тастап кеттім. Сол кезде Алматы аренада өте енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Кешегі форумда да дәл солай. Тек қана қанат болған жоқ менде. Ұшып жүресің, қаншама өзімнің жаңағы мына тікелей спонсорларым Бибаша ханым менен Әсем ханымның өзімен тек онлайн ғана сөйлесіп отырмын, онлайн. Тікелей өзін тірілей көрген жоқпын мысалы да. Ол бірінші Әсем ханымды көрген кезімде қуанып қайта құшақтаймын, сені көрсеткенге де Құдайға шүкір деп. Осы Света ханым сізді көріп жатырмын. Ерлан мырзаны да мен постоянно тиктоктан көремін. Енді оның вышестоящий лауазымы биік, енді лидерлер сіздер ғой, енді өте қуаныштымын. Аурасы өте керемет болды. Қаншама сыйлықтар алып жатырмын. Тікелей өзімнің спонсорым мынадай балконды берген кезде жүрегім жарылып кетті. Жаңағы сыйлықтың өзі үлкенде кішкенде болмайды ғой. Кішкене бір ручка берсе де қуанасың мысалы деймін да. Бұның ішіне әдемілеп Әсем ханым тілек жазып берді. Онан кейін Ерлан мырзаға жазғызып алдым. Сөйттім дағы жүгіріп. Енді кішкене болса да басқа компанияларда жұмыс істегенмін ғой, опытым бар. Сөйттім дағы Дэн Патнемге де жазғызып алдым ғой, очередьте тұрып. Қақтығысып, итеріп, әйтеуір, Сол, барлықтарыңызға да әйтеуір осы бастаған жұмыстарыңыз алға баса берсін. Мен де осы лидерлік статусына шығып, сахнада тұрайын. Әрбір шыққан өзімнің болсын, басқа да болсын, жаңа Россия деп жатыр, Украина деп жатыр, сахнаға шығып жатыр ғой, сол сахнаны өзі адамды шақырады дейді ғой. Мен кішкене ғана немді болмай қалыпты, сахнаға шығып, бір өзім болса да фотоға түспеппін деп кейін ойланып жатырмын ғой, енді талай кездесерміз. Сондай, маған звондап қалдым мен. Сондай кең ауқымды ой өрісі өте терең, жүйрік
адамдармен кездескенім үшін өте қуаныштымын. Бұдан кейінгі де болатын форумдарға мен қатысамын деп отырмын. Енді ол өткен іске салауат, енді осы жылап отыра берсем, маған кім ақша береді? Ұлым бар үйленетін, оны аяққа тұрғызуым керек деген сияқты. Әрі қарай енді ол адамның арманы таусылмайды ғой. Бір арманды бітіріп атсақ, екінші арманымызға осы BIP компаниясының арқасында ақшамыз мол болып, миллионер болып, бриллиант болып, тағы да басқа да статустарға ие болып, молая берейік. Ең бірінші денсаулық болсын осы BIP компаниясының жаңағы продукциялары арқылы. Продукциям мощный, мен енді ол сөзбен айтып жеткізе алмаймын, оны барлығыңыз білесіздер. Керемет енді. Мен сөйлесем сөйлеп кете берейін, мұғаліммін ғой. Сондықтан бастарыңыздың жаңағы уақыттарыңызды алмайын. Керемет аура болдық. Күшті, әсіресе анау жаңағы ең соңында не салют дей ма, не ол жылтырақ атты ғой. Сол кезде қап неге қасына барып тұрмады ма, хотя бы анау түсіп жатқан жаңбырлар үстіне түсетін еді деп қоямын. Бірақ жаңағы кім Бибайша ханым келіп не қылып жатыр ғой, үстіне жабысып қалғандарын бірден жалмасып алып жатырмыз ғой бүйтіп. Өзі де беріп жатыр, иә. Соның өзі қуаныш қой, былай қарап отырсақ та бір-бірімізге жаңағы не береді, жаңа мотивация береді. Менің мотиваторым Әсем ханым. Енді Әсем ханымды кім танитын болса, ол өте күшті енді. Мен құдайдай санаймын. Ең бірінші осы мына июль айында алып ішіп жатырмын ғой, өзі одан алдын почкадан приступ болған. Сол көзімнің отын алып қойған ғой. 4-тен 1 бөлігін ішкеннің өзінде почканы қозғады менде. Звондаймын Әсемге. Әсем енді мен үшін құдай ғой. Сол решать етеді бәрін деп ойлаймын да. Енді сенгендік қой, былай қарап отырсаң я. Әсемге звондаймын. Әсем ойбай мына жерін бүлкілдеп жатыр. Не істеймін мен? Қатты ауырып қалмайын ба? Жоқ, суды іше беріңіз, уайымдамаңыз дейді. 2-3 күннен кейін тағы да сөйтіп не қыламын. Қойшы, әйтеуір ол нәрсенің барлығы кетті ғой. Ендігі проблемам осы давлениеден құтылсам болды. Сол ұлым да ішіп жатыр, я. Иммунокодты бердім, ол сезонный аллергия. Кешегі бір жаңағы стримде сіз Света ханым естіп қалдым, 5 жылда кетті деп жатыр ғой. Бірақ былтырға қарағанда жақсы. Иммунокодты беріп бастадым Элиппен бірге. Былтырлары осы аллергия, сезонный аллергия шыққан уақытта мына терезелердің бәрін жауып тастайтын мама, даланың несі. Жаңа шөптің иісі келіп жатыр, жауып тастайық. Сол кезде жақсы болады да, кішкене тынышталып сөйтіп қалады. Ол аллергия болған кезде мынадан бәрі кетеді. Кім аллергия болса, ол өз несін біледі. Мына көз деген жас ауырып, жаңағы түшкіре береді, енді мазасы кетеді, короче. Бірақ биыл да шықты, шыққан жоқ емес. Шықты, былтырға қарағанда намного лучше. Ондай түшкіре беру қайта-қайта ретсіз, жаңағы енді жақсы, өте күшті. Енді қазір тестостеронды алып бердім, иммунокодты ішіп жатыр, Элепті бірге ішіп жатыр. Енді үмітсіз шайтан дейді ғой, үмітім бар. Барлық осы менде болсын, ұлымда болсын, барлық ауруымыздан жаңа айығып, құлан таза болып, сосын бепик алға деп осы сценада тұрайыншы. Мен осы келесіде. Иә. Мен өзім мотиваторым күшті, сондықтан өзімде мотивацияны күшті берем да. Керемет. Дұрыс, керемет, рахмет. Мен енді рахмет сізге де, иә. Өте керемет. Біз неге мүмкіндікті жіберіп алма деген тақырыпта осы біздің бүгінгі зумымызда айтып отырмыз. Өйткені міне Ғани ханым айтып жатыр ғой, және бір ситуациядан кейін бір ситуация, бірінен кейін бірі, бірақ соған қарамастан мен болдым деп, иә. Бізге не береді? Бұндай форумдар бізге вера, сенімдік, вера в продукт, вера в компанию, вера в руководство, вера в наставника дейді. Соның барлығы сенімділік, оны өз көздеріңізбен көріп, өз құлақтарыңызбен естіп, сіздерде 1000% бәріне сенесіз. Бәріне сеніп, өз көздеріңізбен көріп, қолдарыңызбен ұстап, бәрімен сөйлесіп, мысал үшін, соны бәрі көргеннен кейін, вера осы жерде пайда болады. Сенімділік, 1000% сенімділік, е? Бізде ондай тақырып жеке жүреді. Енді мен қазір бір ауыз сөзді Құралайға бергім кеп тұр. Қарағанды қаласынан жолдасын тастап, қалай барып келді екен, бір ауыз сөз айтып жерсе, кратце. Құралай кетіп қалған жоқ па? Жолдасын көрсетіп жатыр еді ғой және. Құралай? Құралай жоқ екен.
Енді құрметті достар, осы өзіміздің енді көтеріліп келе жатқан төменгі жақтағы буындарымыз серебро, золото дейді, сондай партнерларымызға сөз бердім, қалай эмоциядары болды, не көрді, қандай ощущение сонымен бөлісті. Енді біздің менің айтатыным, өмірде күнде беріліп жатқан мүмкіншілікті пайдалану керек. Енді осы жерде мен өзім сіздерге бір притча айта кетейін, оны барлығы біледі. Бір әйелі мен күйеуі Паваротти келіпті екен концертімен, сонда бір билет қана әкепті күйеуі. Күйеуі айтыпты, бізде бір ақ билет бар, кім барады дегенде, әйел айтыпты, ой, сен барып кел, сосын сен маған айтарсың қалай болды деп. Содан ол күйеуі Павароттидің концертіне барады, келгеннен кейін әйелі сұрайды, қандай болды деп. Әйелі айтады, ой, әйеліне айтады күйеуі, наоборот, әйелі күйеуіне айтады, күшті, керемет Павароттидің өлеңі, сен тыңдасаң ғой дейді. Қане айтшы қалай айтты дегенде, әйелі деген дауыспен айтып берсе, айтты, ой, анда құшақты айтатын болса, бармағанда дұрыс болыпты деп. Сондықтан сіздер өздеріңіз барып көрсеңіздер, өз көздеріңізбен барып көрсеңіздер, сеніп 1000% өнімге, наставниктеріңізге, шақырған форумға, мысал үшін руководствоға қаншама мемлекеттен халық келді. Олардың бөліскен нәтижелері қандай болды? Сол нәтижелерді, мысал үшін менің ТикТоктан танысқан апрель кезінде семейный пара Уральскадан ұшып келді. Уральскадан балалар немерелерінің 1 жасын тойлауға Алматыға ұшып келді де, ертең кешке туған күні соған қарамастан Астанаға ұшып келді. Астанаға ұшып келіп форумға қатысты, обучениеге қатысты да, кешкі 7-де ұшып кетті, 1 жас тойын тойлағанға, жиен немересінің. Қараңыздаршы, олар бізге не деп айтты? Маған, бізге, жолдасымыз екемізге мотивация керек, бізге сенім керек. Біз өнімді ішіп жатырмыз, ай сайын миллиондап құйып жатырмыз, проблемамыз өте көп. Міндетті түрде продукцияға сеніміміз бар, бірақ компания қандай екенін, қандай руководство келеді дедіңіз, соны көргіміз келеді деп, жолдасы екеуі келіп кетті. Оларды мен таныстырдым, Бибигүлмен таныстырдым, Айжанмен таныстырдым, басқалармен де таныстырдым. Өздері көріп, кәдімгідей сондай әсер алып, айтады, біз кішкене перерывта, кешке жақын магазинде тұрған кезде Россияның бір халқын, Россиядан келген кавказдықтарды көрдік, қолдарында долларлар бар екен, магазиннен бірдеңке ала алмай тұр екен. Сол кісімен біраз 5 минут тілдестім. Сол кезде маған айтқан себебі дейді, мен осы компанияға келдім, нәтиже денсаулықтан алдым, мен рахмет айту үшін ғана ұшып келдім. Өйткені балам өмірінен мына ажалдан алып қалған осы Бепик компаниясының елеуі. Көрдіңіздер ме? Мүмкіндікті пайдаланып, осы өнімді ішкізіп, баламды ана өмірден алып қалып, рахмет айтуға ғана келдім деген. Көрдіңіздер ме, құрметті достар? Кейбір адамдар бізде әртүрлі жағдайлармен Қазақстанда тұрып осы форумға келе алмай қалды. Но бірақ келесі жылғы форумға келуге алдарыңызға мақсат қойыңыздар. Осындай мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар, құрметті достар. Менің айтайын дегенім осы, алға. Рахмет, Света. Мен де қосыла кетейін. Бүгінгі ақпаратқа Света берген. Енді біз бағанадан айтып отырмыз ғой, мақсат болмаса ешқайда жылжу да болмайды. Желкеден тартып, диван, притяжение дивана дейді ғой, тұрғым да келмейді диваннан, ешқайда жылжығым да келмейді. Сол үшін менің бір ұсынысым бар, предложение дейді ғой. Мысалы, қазіргі біз енді келесі жылға дейін 1 жыл уақыт бар, көп айтады, ой, мен оның ең план қоямын да, август айында, сентябрь айында, оның ең жұмыс бастаймын, каникул бітсін, жаз өтсін, тойдар бітсін, күзде, сентябрьде, оның кейін артынан бастаймын деген сияқты. Мен ойлаймын, қазір мақсатты қазірдан бастап қойып, ноябрь айында бізде ол міндетті түрде компанияның 9 жылдығы болады. Соған дейін мен мысалы жаңа статус жабам, сахнаға сол кезде де шығуға болады. Қыздар, жігіттер, сол үшін қазір міне июль, август, сентябрь, октябрь, 4 айдың ішінде жаңадан бір статусқа шығуға болады. 2 статус жауып тастауға болады. Жаңадан келген кісі, жаңа көріп отыр, мен Тяньшаньдан келген кісі бар екен, ғайни. Ол кісіге де мақсат қойып, бұл айтады ғой, от мероприятия к мероприятию, жаңа Әсем айтпақшы. Сол сияқты қазір ноябрь айына мақсат қоюға болады 9 жылдығына. Онан кейін ары қарай тағы да көре жатармыз. Сол үшін біздің мына бизнес әр адамның өз қолында. Бірақ та единственный дисциплинаға жасап, күнделікті бір әрекетіңді жасай берсең, бізден әрекет, Алладан берекет дейді. Сол үшін тек қана алға. Света, үлкен рахмет, жаңағы Шарипа апай, Ғайни ханым, үлкен рахмет. Тек қана алға жылжи берейік бірге.
биіктерден көріне берейік. Рахмет. Иә, рахмет. Молодец, Света. Керемет.